Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Бүгінгі жаңа сабағымызды бастамас бұрын, жаңа сабақтың тақырыбын болжау мақсатында сендерге ұсынатын бейнебаяным бар. Бейнебаянды мұқият тамашалаңыздар. Қазан оттан түспей, уыз қатырылып, сорпа сапырылып, мол дастархан жайылатын ұлыстың ұлы күнін дәстүрлі Наурыз көжесіз елестету мүмкін емес. Ырымшыл қазақ халқы әу бастан киеге қасиетті сандарға мән берген. Сол себепті бұл тағамды 7 түрлі дәмнен жасап, құт береке болсын деп ниет етеді. Әлбетте, Наурыз көжеге белгілі бір тағам түрін қосу керек деген арнайы нұсқау жоқ. Әркім қолындағы бар азық түлігіне қарайды. Алайда кез келген көже дайындауда ұрпақтардың өмірі өзендей асып тассын деген тілекпен алдымен тіршілік көзі су қайнатылады. Оған қазан толы ас мол болсын деген ырыммен қазақтың төл тағамы қыстан шыққан сүрет пісіріледі. Көбіне солтүстік болғасын бізде жылқының еті болады. Қазы, қарта деген сияқты жал жаяларды. Олар өте суық жақ болғасын өте тойымды. Әрі сүрет ол кісіге не береді? Тоқтық береді. Мынау майлет болғасын жылулық береді деп айтатын үлкендер. Көженің құрамында міндетті түрде егістік және бақша дақылдары болады. Бұл бір тамырдан өсіп өнген дәндей ұрпағымыз көп болсын деген тілек болса керек. Сондай-ақ сүттей үйіп отырайық, ақ мол болсын деп көжеге айран мен ақтың құйылуы да заңдылық. Құрт салынады, кез келген тағамның дәмін келтіретін тұз себіледі. Не осы дайын көже бұрынғы кезімізде ауылда аталарымыз, әкелеріміз айтатында. Таңертең ерте малға өріске кетеді ғой, жұмыс істеуге. Сонда таңертең бір кесе көже ішсе, сол кешке дейін тойымды тойып жүреміз деп айтатында. Сондай осының керемет қасиеттігі мол. Адамға тойымдық береді, денсаулыққа пайдалы. Наурызда берілетін бата нышаны осы көжеде де сайрап тұр. Бұрынырақта әйелдер мерекеде қонаққа барған жерлеріне өздерімен ыдысала жүрген. Әр үйден көже құйып алып, өз қазанына қосқан. Бұл дәм тұзымыз араласып, ынтымақ бірлігіміз нығайсын, ырысымыз жұғысты болсын деген үлкен ұғымды білдірген. Көжені ыдысқа толтырып береді. Бұл жаңа келген жылда несібесі ортаймасын дегендік. Сондықтан Наурыз көжені халық арасында тілеу көже, көп көже деп те атай береді. Күш-қуат береді. Ең асыл күш-қуат дейді қазақта. Сондықтан Наурыз көжені ең пайдалы ас деп мен ойлаймын. Сорпасы бар, құрты бар, еті бар, майы бар, еті. Қазақ ет жемесек, сорпа ішпесек, ол енді қазақ болмаймыз ғой. Бұл ата-бабаларымыздан келатқан, талай ғасырлардан бері келе жатқан Наурыз көже. Сонымен балалар, ұсынылған бейнебаянды тамашалай отырып, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбын дұрыс болжаған боларсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Жауаптарыңа рахмет. Сонымен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 7-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Наурыз көже ішеміз. Пән мұғалімі Оспанова Назира Тұрлыбекқызы. Бүгінгі сабақтың оқу мақсатына назар аударыңдар. Лирикалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, тақырыбы мен идеясын талдау. Жазбаша жұмыстарда теңеу мен метафораны қолданып жазу. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздеріне назар аударыңдар. Және берілген жаңа сөздерді қайталаңыздар. Жаңа сөздер: сүрет, вяленое мясо, бидай, пшеница, арпа жармасы, ячменная крупа. Берілген жаңа сөздерді міндетті түрде дәптерлеріңе жазып алыңдар. Олай болса, келесі оқулықпен жұмыс жасаймыз. 78-ші бетте берілген бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Ойлан, жауап бер. Жабайы табиғат пен табиғат ана ұғымдарының қандай айырмашылығы бар? Қайсысын қолдайсың? Өз жауабыңды бер. Мұқият болыңдар. Жауаптарыңа рахмет балалар. Келесі екінші тапсырма. Берілген өлең жолдарын
тыңдаймыз және міндетті түрде жатқа оқимыз. Күн менен түн теңелді, жер шуаққа кенелді, соны тойлар еленді, наурыз тойы салтымыз, көгерсін деп халқымыз, көшеге тал егеміз. Жарқырап тұр күніміз, жайқалсын жас гүліміз, бақта бұлбұл сайрасын, сәнді көктем нұрымен, наурыз тойы жырымен, көңіл гүлдей жайнасын. Балалар, өлең жолдарын міндетті түрде жатқа оқимыз. Іске сәт балалар. Келесі жазылым тапсырмасына назар аударыңдар. 4-ші тапсырма. Берілген сурет бойынша наурызтал егу тақырыбында диалогтық мәтін құрап жаз. Мәтін барысында міндетті түрде оқшау сөздерді қолданыңыздар. Үлгіге назар аударыңдар. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымды қорытындылаймын. Сендерден кері байланыс күтемін. Іске сәт балалар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.